Сәлем достар, сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Бүгін біз жеке немесе заңды тұлғалардың кінәсінен денсаулыққа зиян келтірілген жағдайда не істеу керек тақырыбы туралы әңгімелесеміз. Осы видеоға өзіңіз білесіз, лайк қойып, менің каналыма жазылыңыз. Кәсіпорын қызметкерлерінің салғырттығынан немесе немқұрайлығынан денсаулығыңызға зиян келетін кездер болады. Мысалы, сауда орталығында сізге плитка құлады, немесе сіз ескерту белгісі жоқ жерде тайып кетіп, бұл жарақатқа әкелді. Жақында Оралда каруселмен болған тағы бір мысал. Онда балалар әр түрлі дәрежеде жарақат алды. Мұндай жағдайларда құқықтар мен мүдделерді қорғаудың қандай механизмдері бар? Мен ақшалай өтемақы ала аламын ба? Сіздің денсаулығыңызға зиян келтірген адамдарды қалай жауапқа тартуға болады деген сұрақтарға жауап берейік. Егер біз теорияға сәл тереңірек үңілсек, азаматтық құқықта деликт немесе деликтілік жауапкершілік туралы түсінік бар. Деликтік талап өзінің ең жалпы түрінде бұзушылықтың жәбірленушісіне өзінің бұзылған құқықтарын қорғаудың заңды құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді. Ол азаматтық құқықтарды қорғауға және зиянды қалпына келтіруге бағытталған. Осыған байланысты деликтік талап жалпы алғанда айыппұл емес, бірақ компенсациялық қалпына келтіруші мақсатты орындайды. Мұндай жағдай әдетте жауапкерден талапкердің құқықтары мен бостандықтарының заңды мүдделерін бұзғаны үшін ақшалай өтемақы талап етеді. Қазақстан Республикасының азаматтық кодекстің 917 бапта азаматтардың және заңды тұлғалардың мүліктік немесе мүліктік емес игіліктері мен құқықтарына заңсыз іс-әрекеттер, әрекетсіздік салдарынан келтірілген зиян толықтау өтелуге жатады деп көзделген. Зиянды заңды тұлғаларда келтірген жағдайлар бар. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексінде 921 бапта заңды тұлға немесе азамат өзінің қызметкерінің еңбек міндеттерін орындау кезінде келтірген зиянды өтейді деп көрсетілген. Денсаулыққа зиян келтірген жағдайда, мысалы, басына плитка түсті, немесе карусельдегі балалар жарақат алған жағдайда, азаматтық кодексте 937 және 939 баптарда азаматқа жарақат немесе денсаулығына өзге де зақым келтірілген кезде жәбірленуші жоғалған, онда болған не анық иелене алатын табыс, кіріс, сондай-ақ денсаулыққа зақым келтірудің туындаған шығыстар, мысалы, емделуге, қосымша тамақтануға, дәрілер сатып алуға, протез салғызуға, басқа адамның күтім жасауына, тағы санаторий курорттық емделуге, арнайы көлік құралдарын сатып алуға, басқа кәсіпке даярлауға және басқалар. Егер жәбірленуші көмек пен күтімнің осындай түрлеріне мұқтаж және оларды тегін алмайды деп танылса, өтелуге жатады. Ал 14 жасқа толмаған және табысы жоқ кәмелетке толмаған адамның жарақат алуы немесе денсаулығына басқа зиян келтірілген жағдайда, зиян келтіруге жауапты адамдар денсаулыққа келтірілген зиянмен байланысты шығындарда өтеуге міндетті. Жәбірленушінің 14 жасқа толғаннан кейін, сондай-ақ табысы
кірісі жоқ 14-тен 18 жасқа дейінгі кәмелетке толмағанға зиян келтірілген жағдайда зиян үшін жауапты адамдар денсаулығының зақымдануынан туындаған шығындардан басқа еңбекке ақы төлеудің заң актілерімен белгіленген 10 еселенген айлық есептік көрсеткішті негізге ала отырып, оның еңбек қабілетін жоғалтуына және еңбек қабілетінің төмендеуіне байланысты зиянды да жәбірленушіге өтеуге міндетті. Осылайша, сіздің денсаулығыңызға зиян келтірілген жағдайда, сіз сотқа жүгінуге және ақшалай өтемақы талап етуге құқыңыз бар. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов болды. Бүгін біз жеке немесе заңды тұлғалардың кінәсінен денсаулыққа зиян келтірілген жағдайда не істеу керек тақырыбы туралы әңгімелестік. Осы видеоға лайк қойып, менің каналыма